Бәріне сәлем, менің атым Керей. Және мен өзіме бір аптаға дофаминнан детокс жасадым. Оның себебі менің телефонға көп қарап кеткендігім, уақыттың қалай өткенін байқамай қалғандығым. Сондықтан мен әлеуметтік желілерден және тәтті заттардан бір аптаға бас тартамын деп шештім. Енді сіздер бұның бәрі қалай болғанын көресіздер. Бірінші күні мен телефондағы ойын программаларын бәрін өшіріп тастадым. Instagram аккаунтымды деактивировать еттім. Бір аптаға қанты бар заттарды тұтынбаймын деп шештім. Ол бірақ протеин мен сүттен басқа, өйткені оларда қант бар екен. Басында өзімнің телефонға тәуелдеген өте қатты сезілді. Ішім пысса, қолым бос қалса, ұстай бердім, қарай бердім. Екінші, үшінші күндерде дәл солай өтті. Бірақ ақырындап осыған миым үйренісе бастады. Тек ең қиын болған екі кез бар. Ол біреуі қызық емес сабақ үстінде және туалетте. Дофамин дегеніміз біздің миымыздағы рахат алуға жауап беретін гормон. Табиғи дофамин адам тәтті тамақ жегенде, мақсатына жеткенде, өзінің бір күштеген көрсеткенде, не жаңа зат көргенде бөлінеді. Байқағандай біздің миымыз өмір сүруімізге керек заттарға ғана дофамин бөледі. Бірақ миға сенің өзің болған жермен көрген заттың айырмашылығы жоқ. TikTokта 1 минутта сен қанша видео көріп тастайсың, миың соның бәрін ішінде ойлайды. Сондықтан да әр видеоға дофамин бөледі. Дофамин бөлінген сайын сенің миыңдағы рецепторлар оған үйренісе бастайды, төзімділік артады. Енді сен сол бұрынғы рахатыңды сезу үшін саған одан да көп дофамин керек болады. Міне бұл барлық тәуелділіктің алгоритмі. Барлық тәуелділік осылай жұмыс істейді. Темекіден болсын, арақтан болсын, наркотиктан болсын, немесе телефоннан да. Енді осы тәуелділіктен арылып, өзімді қайтадан еркін сезіну үшін миымды реттеу керек. Дофамин детокста осы арзан дофаминнің бәрінен ағзамды қайта үйретудемін. Іштің қатты пысуы, телефонды ұстай беру, бұл біздің миымыздың үйренші дофамин алмағанына реакциясы. Ми бізге мен күнде алатын дофаминім қайда деп ұрсып жатыр. 4-ші күннен бастап бос уақыттың көбейгенін кәдімгідей сезілді. Осы уақытымда ағылшынша балаларға арналған кітап оқып бастадым. Оған қоса карта сөздік жасадым. Программирование үйренуге көп уақыт қалды. Бұрын 30 минут әрең өлсем, қазір 1-2 проект бастап кеттім. Қалған күндерде дәл солай өтті. Мен бұл челлендж бітіргелі бір аптадан асып кетті. Мен әлі телефонға Instagram, YouTube жазбадым. Бірақ телефон мүлде қарамай кеттім деуге де болмайды. Күні бойы телефон қараймын, бірақ енді оның орнына телефондағы электронды кітаптар бар, немесе музыка тыңдаймын, сабаққа керек заттарды қараймын. Бірақ мүлде әлеуметтік желілерді қарағым келмейді деп айтуға да келмейді. Кейде YouTube'ты қарап тұрам. Осы челленджде мен өзімнің әлеуметтік желілерден тәуелділігімді сәл азайттым, және оның орнына жақсы әдеттер қостым. Міне, осындай кітап оқып жатырмын. 2 ағылшынша кітап оқып бітірдім. Сабағымды оқып жүрмін, программирование үйреніп жүрмін. Менің айтқым келгені, көп уақытым босап қалды. Мен телефонды қазірде аз қолдануға тырысамын, және бұл челленджді бәріне жолдаймын. Істеп көру керек. Давай, goodbye.